Баяғыда бір мейірімді ешкі болыпты. Оның 7 кішкентай лақ баласы бар екен. Ана ешкі балаларына қатты қамқор болып, үнемі еркелетіп жүреді. Бір күні ешкі орманға тамақ іздеуге кеппеп болыпты. Сол кезде ол лақтарына былай депті: «Балаларым, мен орманға барайын. Есікті бөгде адамға ашпаңдар, жарай ма?» Лақтар бәрі бірге: «Жақсы мама, біз тыңдаймыз». Ана ешкі кетеді, ал лақтар үйде ойнап күліп жүреді. Есік қағылады. Түк, 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 қасқырдың даусы естіледі. «Аш есікті, балақайлар, мен сендердің аналарыңмын». Бірақ кішкентай лақтар алданбайды. «Жоқ, сенің даусың қатты, біздің анамыздың даусы жұмсақ болатын». Міне осылай лақтар ақылды әрі сақ болып, өз үйлерін қорғап қалыпты.